Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум. Достар, білесіздер, мен саясатқа көп араласа бермеймін, бірақ дәл қазір бір күлкілі жағдай айтқым отыр да. Мынау бәсе деген бізде оппозициялық арна бар ғой ютубта. Соның басшысы Айдос Бірдеңеев дегенге Украинада шабуыл жасалыпты. Енді сол кәдімгі жұрттың аузында қызу талқыға түсіп, быт-шыт болып жатырмыз ағайын. Және соның Айдос дегеннің әйелі айтыпты, бұған покушение жасаған Тоқаевтың адамдары. Тоқаев заказ берді дейді. Тоқаевқа басқа делать нечего, я қайдағы жоқ кухонный оппозиционерлердің артынан аңдып, соларға заказ беріп жүретін, я. Мен күлкім келеді, Тоқаев шынымен де покушение жасағысы келсе, Тоқаев біреуді алып тастағысы келсе, анау шетелде отырып алып халықты қанша жылдан бері арандатып жүрген анау Исалаң бар ғой, Әбіләзов деген. Соны алып тастайтын еді ғой. Мысалға ше, Тоқаевтың басқа дым проблемасы жоқ, ешқандай. Халықтың жағдайын ойламайды Тоқаев, жаңағы елде не болып жатыр, ол қызық емес, шетелдіктермен контракт жасамайды, тек сол кухнядағы оппозиционерлерді қуа береді, я. Ағайын, шынымды айтайын, бұндай провокацияға алданбаңыздар, өтініш. Мен сіздерге неге екенін түсіндіріп өтейін, себебі біздің Қазақстанда еші дұрыс оппозиция жоқ, конкретно айтайын. Біздің оппозициянікі қыру керек, жою керек болды, басқа ештеңе істей алмайды олар. Сосын өздерін оппозиционерміз деп санайтындардың бәрі шетелде жүр, мысалы. Шетелде отырып алады да, шетелдің грантын алып, шетелдің ақшасын алып, біздің оппозицияны спонсировать ететін шетелдіктер осыны біліп алыңыздар, ағайын. Халықты арандатып отырады да шетелде олар, жаңағы өздері отырып, жаңағы Әбіләзов бар, жаңағы басқасы бар, жаңағы Ахметов дейма солар бар, бәрі ше отырып алып, сонда бәсе бар шетелде отырып алып арандатып жүреді да. Енді келіп Тоқаевты ойбай атуға бұйрық берді, сол покушение жасатты дейді. Күлкілі да. Ағайын, бұл дүние негізі шетелдіктерге өте тиімді дүние да. Мысалға, бұны жасап отқан, бұндай пропаганданы жасатып отырған бәсенің басшының қатынына жасатып отырған менің ойымша бұл украиндықтар. Себебі украиндықтардың Тоқаевқа обидасы бар. Себебі Тоқаев конкретно айтты, мен Украинаны қолдамаймын, және де біз нейтралитет халықпыз деді, я. Немесе ресейліктердің істеуінің бір себебі бар, олардың мақсаты бізді Қазақстанды барлығымен ұрыстырып қойып, тек Россиямен ғана араласын деген мақсаты бар. Себебі Ресейде ешкім қалмады араласатын, ақиқатта бұл. Немесе жаңағы Европа, Америка ғой біздің оппозицияны спонсировать ететін. Может, солар жасап отыр ма, достар ше. Сондықтан қайдағы жоқ болмашы әңгімелерге еріп, аласұрып, адасқандардың артынан адасып жүрмейікші, ағайын. Ең бірінші өзіміздің елімізді ойлайықшы. Сол жаңағы кухнядағы оппозиционерлерге айтқым келеді да, мықты болсаңдар елге келсеңдерші. Сендердің ана өздерің сөздерің бойынша жаңағы миларыңда Аристотель мен Эйнштейннің миын қосқанда әрең сендерге жетеді деп айтасыңдар ғой. Сондықтан сол миларыңды осы жерге елге жасатып, осы елде қызмет етсеңдерші. Отырып алып шетелде халықты арандатып қайтесіңдер.